Hello everyone, сәлем барлықтарыңа. Бүгін біздер 5-ші класстың Excel кітабының 14-ші беттен ары қарай талдаймыз. Және видеоны бастамастан бұрын каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетеміз. Жаңа тақырып Are you home alone? Сен үйде жалғызсың ба? Енді осы мәтінді оқып, кейін қазақшаға аударатын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңдар. Every house is a home to people and insects. There are some of the creepy crawlers in their rooms with you. There is a nice smell coming from your kitchen. Your dinner is ready. Take a look at the kitchen floor. Are there small pieces of food on it? There are great meals for ants. What's behind the fridge and the cooker? Small cockroaches in their hiding place. Are you tired? Your bed is the best place to relax, together with those small black bed bugs. You're tired too. There aren't only bugs in your bedroom. There are moths in the wardrobe between your new t-shirt and your favorite jeans. Time for a bath. The bathroom is empty, isn't it? No, it isn't. Above the bath is a spider on its web. It has great view on everything from that corner of the room. That smell of food in the living room is great. There are tables, chairs, and a bookcase. There are also large rooms, and that isn't good. Your home is your castle. Keep it clean and tidy. Walk steadily in clean places. Енді қазақшаға айтайық. Әрбір үй адамдар мен жәндіктердің үйі. Міне, сізбен бірге бөлмелердегі қорқынышты зорлаушылардың бірі, яғни суреттердегі зорлаушыларды айтады. Ас үйіңіздегі жағымды иіс шығып жатыр. Кешкі ас дайын. Ас үйдің еденіне қараңыз. Үстінде кішкене тағамдар бар ма? Бұл құмырсқалар үшін тамаша тағамдардың бірі. Тоңазытқыш пен пештің артында не бар? Кішкентай таракандар оған ол жерде жасырынған. Келесі екінші абзац бұл жерде. Are you tired? Сіз шаршадыңыз ба? Сіздің төсегіңіз демалуға арналған ең жақсы орын. Кішкентай қара төсек құрттарымен бірге. Яғни өзіңіз емес, ол жерде құрттар да бар дейді. Олар да шаршайды. Бұл сіздің жатын бөлмеңіздегі жалғыз жәндіктер емес. Сіздің жаңа футболкаңыз бен сүйікті джинсы шалбарыңыздың арасында, яғни гардеробтың ішінде ол жерде көбелектер де бар. Киімге түсетін көбелектер. Келесі, үшінші абзац. Time for bath деп басталған. Жуынатын уақыт келді ме? Жуынатын бөлмеде ол жерде бос емес. Яғни ол жерде ваннаның үстінде оның өрмекшінің торы бар. Ол оған барлығын көрінетін тамаша орын болып есептелінеді. Келесі, that smell дегеннен бастаймыз. Қуақ бөлмедегі ағаштың иісі керемет. Үстелдер, орындықтар, кітап полкасы. Ол жерде де ағаш құрттары бар. Сіздің үйіңіз сіздің сарайыңыз. Сіз үйіңізді таза ұстаңыз. Таза болған үйде жәндіктер де болмайды деп айтады. Енді осыған орай біздер үшінші тапсырма бар. Read the text and mark sentence true or false. Біздер қазір тексті оқыдық, енді дұрыс емес деп белгілеуіміз керекпіз. First sentence is
Bugs all in all houses. It is false. You can find cockroaches in the cooker. It's true. You can find moths in your bedroom. It's true. You can find spider in the bath. It's true. You can find wood worms, beetles in your bathroom. It's false. We can find in the living room. Bugs live in dirty places. It's true. Жазып аламыз, яғни 1 мен 5 ғана қате, қалғандары дұрыс. Ары қарай тапсырманы орындаймыз. Use the verbs in the list in affirmative or negative imperative to complete the sentences. Бұл тапсырмада жоғарыдағы touch сөздерін, жоғарыда тұрған сөздерді көп шығарамыз. Біріншіден touch the exhibitions. Ал екіншісі бізде болады take photographs. Бұл үшке тегін қоямыз. Және plan your visit. Plan. Келесі eat inside. Және visit деген сөз бару. Plan деген пландау және take дегеніміз алу. Take photographs бұл суретке түсу. Don't touch the exhibitions, яғни көрмедегі заттарға тиіспеу. Келесі тапсырмалар. Exercise 3. Listen and read. Mark the sentences true or false. Or doesn't say true or false. Бұл жерде Биллдің мистер Смиттің сөзі берілген. Бірінші оқып шығайық. Hello, Mr. Smith. Is Jim here? Hi, Bill. Yes, he is in his room. Where is that? It's upstairs next to the bathroom. Thanks. Hi, Jim. Wow, your room is great. Hi, Bill. Yes, it's really big. Hey, you have got a TV in your room? Yes, and a DVD player, and that's my computer. Fantastic. Hey, whose guitar is this? My brother's. He's in the school band. You have very lucky. You have got everything in your room, but you haven't got your brother in the same room. Salam, Mr. Smith. Ханым дейді, бұл осы Mr. Smith ханым, Лим осында ма? Сәлем, Билл. Ол өзі бөлмесінде. Ол қайда? Ол жоғарғы қабатта, ванна бөлмесінің жанында орналасқан. Билл айтады, рахмет. Және ол өзінің досының бөлмесіне кіреді. Сәлем, Джим. Вау, қандай керемет, сенің бөлмең тамаша. Сәлем, Билл. Бұл шынымен де үлкен дейді. Ей, сенің бөлмеңде теледидар да бар ма? Және DVD ойнатқыштары бар. Ал бұл менің компьютерім. Фантастика, керемет. Мынау кімнің гитарасы? Бұл менің ағамның гитарасы. Ол мектеп ұжымында болып жұмыс жасайды, яғни school band. Сен өте бақыттысың. Бұл менде барлығы бар. Бірақ бұл ағам мен бөлмесінде ұстаған жоқсың дейді.